Салем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін Россия мемлекетінен Монғолия мемлекетіне жол жүріп келе жатырмыз. Қазір біз мынау тауымыз Алтай тауы. Салем достар, қалайсыздар? Біз бүгін сіздермен қойдың үйтіп бешбармақ жейтін боламыз. Дайын болыңыздар. Ол үшін мынау қайшылармен жаңа қойды сыртын жұқалап жүнін қырқып алады екенбіз. Сіздер егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда сіздерге талай қызықты видео түсіремін деген ойдамын. Біз қазір қойды үйтуді көрсететін боламыз. Бірінші не істейміз? Бірінші аяғын буып, жүнін жұқартып қырқамыз. Негізі қойдың жүнін 7-ші айда жаңағы мал көкке тойғасын қырқады. Ал біз жаңағы мына қойды бүтеу, үйту үшін жүнін жұқартып жатырмыз. Жүніне не жасайды? Бұның жүнінен анау тұрған кигіздің сыртына жабатын үзік дейді жаңағы. Кигізден бір қабат жабын тақ болады анада. Ол туырдық, үзік, түндік те үшке бөлінеді негізінен. Үзік дегеніміз ана уықтың үстінен жауып келетін екі бөлшек болады үлкеніне. Ал туырдық керегенің биіктігімен келеді. Сол үзіктің етегін бастырып жауып келеді. Жүні дейді мына секілді тоғық. Үйдің түскен жүнін жаңағы баланың бесігіне аяғына орап қойып жатады. Қыр өлкеде де жаңағы биік климатта орналасқан мекендерде баланың аяғына күз мезгілінде осындай жүн, жабағы жүніне орап қояды. Аяғы тоңбас үшін ба? Иә, бұл аяғы тоңбайды, екінші жылы болады. Кигіз үймен андамында көшіп жүретін жаңағы керей қазағы болсын, моңғол жұрты болсын, жаңағы балаға осы жабағы жүнді күз мезгілде орап жатады. Денімізге саулық, басымызға амандық, ретінеге тілегіміз қабыл болып, әрқашанда осындай үлкен той берекеде өзіміз жүзуге Алла нәсіп ет. Алла тағала алыс жақыннан келген бала шағаға тендеріне саулық, жортқанда жолдары болсын. О дүниеге келіп жатқан кішкене сәбиіміздің жасы ұзақ болып, алдыңғы аға жеңге жездедерінің жолын беріп, әрқашанда тойдың үстінде болуға Алла нәсіп етсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим, алхамдулилля, алхамдулилля. Алла тағала тілегімізді Алла қабылдай көрсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала сенде саған шүкір, менде азық жоқ, мына қойда жазық жоқ. Аллах бір деп кәне. Қазір міне жерде қойды сойды, енді іші қарынын алып жатыр. Енді етті болу керек екен бұл жерде өте. Ішінің майына ішек қарын алғаннан кейін іште қалып қойған қан дейміз, қалған құтқаны болса толық тазартып алады екен. Қазір май бауырын құрамыз да әуелі, ішек қарынды тазалап бауырымен ауылда тұратын адамдар өте жақсы біледі, ішек қарынын тазалап жөндеп алады екен. Енді мына қойдың іші қарынның тоқ шегі деген болатын мынандай майлы. Майлы шегі, иә? Майлы шегі, тоқ шек деп айтады қазақша. Сол тоқ шекті бұлай сыдырып алып, оны тұздап, аударып, сосын жейді. Пешке қарып жеуге де болады, е? Пешке тұздап, пештің үстіне салып, ыстық отқа қарып жеуге болады. Ол өте дәмді, әрі адамның ағзасына үлкен дәрумен береді. Ал аш шек деген болады. Ол аш шек ішіне су жүгіртіп, жақсылап отырып ішінің қырындысы деген болады. Сол қырындысын тазалағаннан кейін
соны жөргем істейміз. Қарынды жейдетіп, сол қарынның сыртынан жөргем істеп, өреміз кәдімізге. Өріп, оны тамаққа басына сән беру үшін өресіз, сән беру үшін әдемілеп өріп, соны астың табақ жасағанда еттің үстіне сол өрген несімен қойып, кесіп жегенде ол еттің сол осы шырарының ішіндегі дәмді тамақтардың денеге беретін пайдасы көп болғандықтан осылай тамақ істеп ішеді. Қойдың тоғышегінің майды тоғышек. Осыған осы ішіне мынандай суды құйып, бұлай жүгіртіп ішіне тазалап аламыз. Так, мінекей бізде жаңағы қойды үйтуге дайындық. Қойды үйтіп бастадық. Қойды біреуі үйтіп, екіншісі пышақпен қырып тұрады екен. Енді толықтай үйтілгенше екі жағын кезектеп жасап тұрды. Осы видео арқылы сізде жасап көріңізге болады. Мүмкіндігінше сіздерге түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Әрине, ептілік керек. Жаңағы толыққанды үйтіп болғаннан кейін сыртын тазалап, әр жерін жуып тазалап алады екен. Осы жерде сіздерге пайдалы ақпарат ретінде айтып кетейін. Қойдың ішек қарнын әдетте мына әйел адамның ішкі ағзасы дейміз, мәткеміз дейміз, мына бала тұратын мәткеді жиналмай, босанғаннан кейін жиналмай жатса, сол жаңағы малдың ішек қарнын ет тартқыштан өткізіп, соны қайнатып, өз-өзінің суы қосып, сөйтіп соны ішкізеді екен. Неге десеңіз, сол оның витамині өте көп. Мына жаңа босанған әйелде күш қуат береді деп пісіріп береді екен. Біз енді мына жерде толыққанды жаңағы жуып тазаладық. Ары қарай кезекте үшелеп бөлеміз. Бізде бүгін 5 бармақ болғандықтан әр қайсысын үшелеп жаңағы ет ретінде асады. Енді осы жаңа қойды бітеудей пешке қарып пісіріп жеуге де болады. Онда жаңағы темірден іліп қойған асасынан түсірмей, астына отты жағып, еттің сыртын тұздап, жаңағы дәмдендіргіш қосып, сөйтіп кішкене бықтырып, сөйтіп алғаннан кейін ары қарай жасауға болады. Бүгін бізде 5 бармақ. Ол жақта 5 бармақты жаңағы міндетті түрде қамыр жайып, теста жаймайды. Бұл жерде жаңағы көкөністермен алып, сонымен пісіріп дайындайды екен. Соңына дейін көрсеңіздер, оны да көретін боласыздар. Менің бала кезімнен жақсы көріп, сүйіп жейтін осы асымның бірі деп айтуға болады. Ол осы қойдың қабырғасы өте дәмді болады. Жай ғана сорпаға қайнатқан қабырғаны өте сүйсініп жеймін. Кішкентай кезімізде есімде, анам тамақ пісірген кезде міндетті түрде 2 қабырғасын салып, соны беретін еді. Онсыз тамақ ішпейтін едім, сонда ерке болыппыз. Ол енді барлықтарыңызда бар шығар. Қойдың құйрығын айта кетейін. Қойдың құйрығы деген енді қазақта айтады ғой, жемесең де май жақсы деп. Қойдың құйрығынан бауыр екеуін қуырып жеуге болады. Қойдың құйрығының өзін жаңағы турап, қуырып, соны сұйық майын шайға қосып жеуге болады. Оның пайдасы мынау жаңағы қатты бір жөтелге, сосын тамақтың бітіп қалуына көмектеседі. Сосын мына қатты суық тиіп қалғанға өте жақсы көмек. Сосын енді әрине асқазандарыңыз көтермесе, кішкентайдан қосып жеп отырсаңыздар өте жақсы. Сосын қойдың құйрығынан
не жасауға болады? Кәдімгідей жаңағы шашлық жасауға болады. Әдетте сосын қойдың ішкі майы, іш майы деп айтады, жаңа қарынның сыртында келетін майдан бауыр екеуін араластырып шашлық жасауға болады. Өте көп несі қолдануға болады. Адамның қолынан келген іс, екінші адамның да қолынан келеді тек. Адамда екем ниет жақсы болса. Міне енді біздің жаңағы етімізді ажыратып, жілік-жілікке бөліп таяп қалдық. Осының барлығын жасағаннан кейін жаңа неге асып, кастрөлге асып қайнатамыз. Бұған аса көп қоспаның қажеті жоқ. Жаңағы суды құйып, тұз салып, болса лаба жапырағын қосуға болады. Болмаса сәл қара бұрыш қосуға болады. Міне картоп, сәбіз дейміз. Сондайды қосып, 2 бөлек қайнатып жатыр. Етті жасау барысы. Мен енді толыққанда түсіріп үлгермедім. Мына толық жасалып біткенін жаңағы әршілік сыйлы келген қонақтың атымен, сол кісінің санымен жасалады. Жаңа бізде мына жерде 4-5 табақ ет жасап жатырмыз. Әр қайсысын орын-орнымен салу керексің. Бұл да үлкен өнер деп айтуға болады. Өйткені табақ жасауға көбінде үлкен кісілер қатысады екен. Мен де жақсы үйреніп қалғам, бірақ жаңағы үлкен кісінің көмекшісі ретінде тұрдым. Міне біздің бүгінгі бешбармағымыз. Сіздермен болған Гүлнұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.